саламатсыздар ма пайдаларына көрермендері, бүгінгі видеомызда көз айналасының қарайып не көгеруінің себептерін айтатын боламын. Видеомыз басталмас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше видеомызды бастаймыз. Көз айналасындағы тері өте жұқа, тамырлар бетке орналасқаннан осылай болады. Көбінесе сары, аппақ ботақандарда болады. Егер бала белсенді, тәбеті жақсы, асыр салып ойнап жүрсе, аллергиясы жоқ болса, таза ауада күнделікті серуендеп, уақытылы ұйықтап жүрсе, басқада шағымдары жоқ болса, уайымдайтын ештеңе жоқ. Көз айналасының қарайып не көгеруінің себептеріне тоқталсақ, анатомиялық ерекшелігіне байланысты ұйқы жеткіліксіздігі, шаршағыштық, әсіресе мектеп оқушыларында, отбасындағы келеңсіздіктердің бала психологиясына әсер етуі, ұзақ теледидар қарау, ұзақ компьютер ойнау. Таза ауада жеткілікті серуендемеу, темір тапшылықты анемия, аллергия аденоидты, көзін жиі уқалау. Егер ұсынылған варианттардан өз себебіңізді анықтай алмасаңыз, дәрігерге көріну ешқашан артық етпейді. Достар, сіздерге видеом ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Күнделікті жаңа видеолар ұсынатын боламын. Жіберіп алмаңыздар.